Азор да. Уятсыздык, мындай адилетсиздик мен. Манастың қолын тартышты, қамчы салып ишти. Қазақ халқын шын жүректен құттықтаймын. Міне, тартысқа толы көкпарда аяқталды. Қазақстан жеңіске жетті. Ойынның қалай өрбігенін көрдіңіздер. Анық-қанығын қазір сағат 4:30-да көкбөрі болады. Содан кейін мамандардың ауыздарынан тыңдап білетін боламыз. Енді ойын туралы осы жерде көргеннің бәрі куәгер болды ғой, қалай болған. Соңғы секундтарға дейін өте тартысты өтті. Екі команда бір-біріне сай, өте қатты дайындықпен келген. Осы ойынды күткенбіз негізі, басқаша ешқандай ойын күтпедік. Ойын өте керемет. Енді өздеріңіз байқағандай бірінші кезеңде қырғыз бауырлар алға шығып, біздің балдардың кішкене мәртебесі сәл төмендегендей болған. Бірақ дегенмен психологиялық тұрғыда жігіттеріміз өте күшті дайындығын көрсетіп, ары қарай алып шықты. Көкбөріде дәл осы команда ойнай ма, құрам ойнай ма, әлде басқа құрам болады? Жоқ, көкбөрі мен көкпарда бізде екі команда жасақталған. Көкбөріде мүлдем басқа спортшылар 12 спортшы ойынды көрсетті. Көкбөріде қандай нәтижеге тұрса, қырғыздар ағайындар тістеніп шығады ғой енді. Енді тістеніп, спорт болған екен бәрі тістеніп шығады ғой, бұл жерде ешкім ұтыламын деп шықпайды, бәрі ұтамын деп шығады. Енді басынан айтып келатымыз, біздің мүмкіндігіміз 50-50. Енді Құдай қаласа жігіттеріміз барынша ақырына дейін атсалысады енді көреміз. Сіз не айттыңыз, не деп шабыттандырдыңыз? Енді шабыттандыратын не бар енді, бүткіл ел тұр мына жерде, қаншама көрермен, қаншама жанкүйер, солардың бәрін тоқтатып көрсеттік қой, қараңдар, сендердің артында кімдер тұрған, 20 миллион халық тұр, кішкене шабыттанбасаңдар елге кішкене масқара боламыз деген сияқты. Жоқ, жігіттерге рахмет, көп рахмет. Қырғыз тарапынан жеңіліп бара жатқан кезде Абылайханның салымы біздің жігіттерді бір жігерлендіргендей болды. Енді жігерлендірмесе ол Абылайхан ба? Ол Абылайханның өзі негізгі басты мақсаты ол бірінші голды салу болатын. Бірінші голды салды, дегенмен ақырына қарай біз кішкене жіберіп алдық қой. Қайтадан өзі бастап берді ғой ары қарай тағы да. Сонымен ары қарай жігіттеріміз жігерленіп, жеңіске жеткен жағдайымыз бар. Ойыншылардың арасында кикілжің неден туды бағана бір-бірін? Енді соны түсінбей қалдық біз. Негізі провокаторлар кішкене жұмыс жасады, ол жерде екі жақты кішкене ұрыстыруға тырысты. Мен жігіттерді қанша уақыт ұстап тұрдым, өздеріңіз көрсеңіздер де Амондар мен қырғыз ағайындар айтыр, сапырылысып жатыр, не екенін түсінбей тұрдық сөзін ашығы. Не болып жатыр деп сұрап жатсақ, ешкім жауап бермейді, бірақ кейін арамызға келіп кірді жаңағы дау көтергісі келгендер. Бірақ енді кішкене бізден де оталып қалғандар болды. Енді ол үшін қырғыз ағайындардан кешірім сұраймыз. Бірақ спорт қой бұл. Ондай нәрсе болмаса бұл көкпар ма енді? Ойын барысында балағаттады дейді. Жағдай туралы не айтасыз? Марапаттау рәсімінде қандай келеңсіз жағдай? Кетіп қалды ғой олар, медалін шешіп. Енді ол спорттық несі сәл не шығар, жетпеген шығар ол. Білмеймін, түсінбеймін ол нәрсені айтып жеткізе алмаймын. Эмоция басым болғанда ол нәрсе дұрыс емес енді. Спорт бірде былай, бірде былай ғой. 10-шы номердегі спортшы неге 2-ші номерді сабады? Енді ол жерде айта берсең әңгіме көп. Енді аттың үстінде жүрген екен, бәрі қызуғанды, жаңа айтып отырмын ғой, кішкентай бізді ұрысқа қарай тартқан сияқты, олар аузынан кішкене боғауыз сөздер шыққан. Төрешінің өзі де естіп тұр, бірақ оған қарсы шара қолданбады. Мысалға, естіптім дейді оның боғауыз сөздер айтқан. Бірақ дегенмен қонақжайлық танытайық деп біздің спортшыны 2 минутқа жіберді. Ол жерде де кішкене келеңсіз жағдай болғаны анық. 4 судьядан неге біздікін ары шығарып жібердіңдер? Қошқан жоқсыңдар біздің судьяны неге? Спецназ шығарып кетті неге? Мен кеш келіп қалдым, кешіріп қойыңыз. Неге спецназ қалып кетті? Шығарып жіберді да, ары неге біздің судьяны қошқан жоқсыңдар? Ал сертификат алған ғой көкпар бойынша. Бұл кісі құрам ар жақта ол төрешілікке қатысы жоқ. Мен төрешілікте шаруам жоқ, оны төрешілерден барып сұраңыз. Ол жерде біздің қаяқта тұрғанымыз. Судьяның неге бар көкпарда қазақтар болды? Бір қырғыз қосылған екен ғой документ бойынша. Мен екі ғана төреші көрдім. Ортадағы төреші мен біз жақта боковойда тұрған. Қалғанын көрген жоқпын. Кімнің жүргенде оны мен ештеңе айта алмайды екен. Оған төрешілер жауап берді. Басты қарсыласы әрине Қырғызстан мемлекеті. Енді олар
сылтау көп айтады ғой енді екі жақта. Жанкүйерлер де, біз жақтың жанкүйерлер де, Қырғызстанға барса қазақ ұтылады, Қазақстанға келсе қырғыз ұтылады деген бір өзара не бар. Оның точкасы жаңағы Турцияда қойылды деп ойлаймын өзім. Сол жақта нейтральный зонада ойнап, өзіміздің артымызбен ұтқан болатынбыз. Әрқашанда айтамыз, олардың аты мықты болғанмен қазақтың балуандары олардың бір бас жолдары. Көкбөріні өзіңіздер көрдіңіздер. Тайқазанда ойын жақсы өтті бары. Эч кандай чыр чатагы жок. Калыстык менен өттү да. Көкпарды эми айта кетсек, ойын жакшы эле өзүнүн эби менен келаткан. Бирок калыстык чын айтыш керек да бу жердечи. Адилдик болбой калды да. Анткени ортодо жекеме-жекени өзүңүздөр көрдүңүздөр. Манастын колун тартышты. Камчы салып ийишти. Финал тууралуу, жалпы бул көчмөндөр оюндары тууралуу оюңду айта кетсең. Ойын аябай кызыктуу, жакшы деңгээлде өттү. Биз көптөн күткөн oyun болчу ушул казак туугандар менен. Ошол эл күткөн oyun болчу, ишеничти актадык болушунча. Колдон келген аракетти кылдык. Ошол таза oyun болду, таза уттук, таза жеңиш менен кеттик. Oyun учурунда болот да бир аз эми. Ал oyun ичинде калды, таза oyun болду. Көкбөрү тарап калыс өттү. Мүчүлүштүктөр майда чүйдө мүчүлүштүктөр болгон чыгар, бирок Көкпардагы бул мындай чоң даражадагы турнирге мелдеш үчүн бул позор да, уятсыздык, мындай адилетсиздик мен мындай дүйнөдө бир да спортто көргөн эмесмин. Мындай адилетсиздик болбойт. Көчмөндөр оюндары да башка мамлекеттерде өтөт. Кудай буйруса да кездешебиз. Бирок биз буну таарынуу менен өч алуу максатында кабыл албайбыз. Биз кайра эле сый менен күтүп алабыз. Таза oyun болгондо счет вообще Багана эмоция менен айтып жүргөн жоксуң ба? Эң адилетсиз oyun болду тарихтагы деп. Мен азыр дагы айта алам. Азыр дагы кайталап, туп-туура айта алам. Аны башкы төрөшүгө, федерация жетекчилерине бардыгын айттым. Суранышты награжденияга чыгып берип койгулачы дегенден сыйлап чыгып бердик. Биринчиден, урматтуу казакстандыктар, урматтуу казак калкы, бүгүнкү ушул өтүп жаткан көчмөндөр оюну, көчмөндүлөр оюнун дүйнөгө даңазалап, жайылтып, ушундай чоң, мыкты деңгээлде, ушундай инфраструктура түзүп өткөрүп жаткан казак калкын чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү оюндар тууралуу эми мындай алып караганда, жалпысынан алганда Көкпардагы Көкбөрү да бул казак-кыргыздын оюну го. Бул биздин ата-бабаларыбыздан калган оюн. Ата-бабаларыбыз ат үстүндө эр жүрөк уулдарды тарбиялап, ошол уулдар Казакка да, Кыргызда да, ушул Орто Азиядагы эң кооз жерлерди бизге мурас кылып калтырып кеткен. Көкпардагы Көкбөрү дагы бул ата-бабалардан калган мурас эле эмес, бул стратегиялык согушту куруу оюну десем дагы жаңылышпайм. Жоокерчиликке тарбиялоо, ошол эр жигитти бой жеткизип, душман келсе чек арасын коргоого тарбиялай турган мыкты оюн. Ошондуктан казак-кыргыз негизинен ушул оюнду ойнойт. Негизинен алып кетсек, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн Көкпардын финалына дагы, Көкбөрүнүн финалына дагы Казакстан менен Кыргызстан чыкты. Бул эки өлкөгө дүйнө жүзүндө азыркы учурда тең келе турган командалар жок. Кыргыздын негизги атаандашы казак, казактын негизги оюн талаасындагы атаандашы бул кыргыз. Эми оюн талаасына келе турган болсок, негизинде эми баягы бул оюн. Ошондуктан мен ойлойм, эми оюн талаасында бир топ эреже бузуулар болду. Оюнчулар бири-бирине капа болгон учурлар болду, бирок бул нерсе эки элдин ортосуна эч кандай мындай бир өзүнүн залакасын тийгизбеш керек. Оюн оюну менен, бир тууганчылык менен деп ойлойм. Ошондуктан казак элин чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай дүйнө жүзүнө даңазаланган бул оюнду мен ойлойм, Кыргыз, Казак, Орто Азия элдери дүйнө жүзүнө олимпиадалык оюндардын деңгээлинен дагы мыкты болгон бир жаңы оюнду, жаңы көчмөндүлөр оюнун сунушташыбыз керек. Анткени бардык адам атанын балдарыбыз го барыбыз. Бардык дүйнө жүзүндөгү калктар бул көчмөн элдери болгон негизинен.
тоого чыкса малы бир жайытта жайылган, тоолорубуз да бир, сууларыбыз да бир, абабыз да бир, жерибиз да бир элбиз. Ошондуктан элибиз ынтымакта болсун. Оюн талаасында гана бири-бирибизге атаандаш бололу. Башка учурда бир туганбыз.